Адамның анасы Горкийден. Менің сол жақ бүйірімнен қара бұлт қаптап түтіндетіп келе жатыр. Бұлттың салмағы жерге батқандай, жер қайқаңдап қабағын шытқандай болады. Қара бұлттың жап-жалбыр бұйра көлеңкесі бауырмен жер сызып, дегенше көз көрім жерді жауып әкетті. Мен де, қалбаңдап қасымда келе жатқан менің көлеңкем де қара бұлттың қарасұр көлеңкесінің қойнына кіріп кетті. Күзгі бозғылт бет сары күн көрпеге оранғандай қара бұлттың артына жасырынды да кірпіктерін жерге шанша қойды. Жер үстінде адам баласы болудан қасиетті не бар дейсің? Тек қандай адамның баласы болу керек, соны айт. Бұған қосатын бір сөз, адамды езетін адамның баласы болма. Адамды езетін адамды адамға да санама. Әрине, адам өмірінде көп қиындықтар ұшырасады. Онсыз өмірдің өзі де өлімтікпен тең. Сұр көлеңке болар еді. Күрес пен күлкі, қайғы мен шаттық, алыс пен жеңіс, жеңіс пен жетіліс болмаса, бұл шіркіннің өзі де тоңған мұз, ұйыған айран емес пе? Әңгіме таудай қиындықты, тымақтай сілкетін заман жасауда ғой. Жасаймыз да ондай заманды. Иә, адам баласы болуға не жетеді дейсің? Не көрмейсің, не білмейсің? Істегің келсе, не істемейсің? Тек істемесең ғана еш нәрсе қызықтырмайды. Не қинамайды, не қуандырмайды, не қайғыртпайды, іс табылмайды. Қуаныш шаттыққа да бей-жай, шақырылмаған қонақтай ығысып қарап, орныңды таба алмай, кездескен бұтаққа іліге кетесің. Менің оң жағымда тырбиған талсымақтың арасында теңселіп келе жатқан көп адамның бастары қылтияды. Терең теңіздің шулаған толқыны бұлардың даусын әрең ғана естіртеді. Бұлар сухумнан әшемірге жұмыс іздеп келе жатқан аштар. Мен бұларды жақсы білем. Бірге істесіп, күні кеше есебімді бірге алысқанмын. Бұлардың кейін қалған себебі күннің шығуын теңіз жағасында көрейін деп мен түнде шығып кеткем. Біреуі томпақ бет, сары орамал тартқан жас әйел. Басқалары еркек. Әйелі буаз, іші тегенедей төңкеріліп, алқымына тіреліп тұрған сияқты. Кәдімгі күнінде мың көрсең бір қарамай кете беретін жұпыны адам. Нұрсыз көзі бозарып, қорыққан қояндай алайып, ұясынан шығып барады. Басындағы сары орамалы күнбағысқа ұсап, алшаң басып келе жатқанын көріп отырмын. Сухумда оның байы өліп қалғанын да білем. Өйткені мен осылармен бір баракта тұрғам. Орыс халқының жалпақ әдеті бойынша өмірдегі бақытсыздықтарын талай рет ақ айтқан. Шуласып келіп сөйлегенде айнала 6 шақырымға естіліп тұратын. Бұлар бір жабырқау адамдар. Өздерін өмір бойы қайғы басып, әбден езіп жіберіпті. Туған жерден айдап шығып, күзгі қураған жапырақтай ұшырып, осы жаққа алып келгенде сол өмірдің кемтарлығы. Қазіргі күнде ауыр бейнеттің әбден ақ илегені сонша барлық дүниеге өгей ұлша қарайды. Еш нәрсеге қуанбайды, қайғырмайды да. Олардың ол кездегі еншісінің өзі де сол ғой. Аяныш түрде қайыршыларша ғана біріне бірі езу тартып. Шіркін, жер ақ екен. Байлықтың құлағы көрініп тұрған-ай. Жоқ, тасы көп екен. Иә, қолайлы жер емес деседі. Сөйтеді де өз жерлерін кеңес қылады. Етектей болса да өз жеріңді айтсаңшы. Жет атадан бергі өлінің сүйегі, тірінің тері сіңген жер емес пе? Өз жерлерін әрі-бері мақтап келеді де. Біздікі дейтін жердің өзі осы жердің бетінде қалды ма? Жоқ па? Осы біз жер бетін түгел біздікі десек қаншаға телесеміз? Деп бірін-бірі жеңінен тартып, айлалы пішінмен жымиысып тұра қалады. Бұл сұраулары түйінді бір қорытынды секілденіп елестейді. Әлгі келе жатқан сары орамалды ел
бір кезде ағаш арасына сүңгіп кеткендей болды. Тамағымды жеп болдым да шелекшемді беліме еліп, қисық таяғымды қолыма алып, әлгілердің артынан мен де жөнелдім. Бір бүйірімнен ақырын ғана ыңырсыған адам дауысы келді. Кәдуілгі жаныңды сілкіндіріп, жүрегіңді жейтін, адамға ғана естілетін адамның ыңырсуы. Қарасам, бір топ талдың арасын ашып жіберіп, арқасын талға сүйеп, манаға ел отыр екен. Басын бір жақ иығына салып, екі езуі құлағына жеткендей керіліп, аузы қисайып кетіпті. Көзі ұясынан шығып барады. Есінен танып бара жатқан тәрізді. Қайыстай қара қолдармен төңкерілген ішін басыпты да, адам қорқарлықтай ауыр дем алып отыр. Төңкерілген іші толқып, бір жоғары, бір төмен түседі. Сап-сары тісі ақсиып, ауыр қиналысты. Немене, біреу ұрды ма? Дедім қасына келіп. Кет әрі, ұятсыз, кет! Деп жалаң аяқтармен құмды осып, жерді тырналап жатып, басын шайқады. Түсіне қалдым. Бұрын да бір ұшырасқан жұмысым болатын. Сонда да қорқып, кейін секіріп кеттім. Әйел байқұс қиналып көзінен жасы парлай бастады. Ұясынан шығып бара жатқан көздері жарылып кетейін деп тұрғандай шиыршық атады. Беті күп-күрең болып долырып кетіпті. Шәйнегімді, шелекшемді тастай бердім де әйелдің қасына келдім. Шалқасынан жатқыздым да тізесін бүгейін деп ем, әйел бетіме салып қалды. Сөйтті де кеудемнен итеріп жіберіп, аюға ұстап қырылдап, әрең бұрылды да төрт тағандап ағаштың ішіне қарай сүйретіле жөнелді. Бұзақы, сайтан, деді маған. Бірақ төрт тағандап жүре алмады. Қолдары бүгіліп құлай кетті. Бет аузы құмға кіріп кетті де аяқтарын ербеңдетіп ыңырси бастады. Тезірек жүгіріп келдім бе, шалқасынан салып тұрып тізесін бүктім. Жат қимылдамай, қазір балаңды табасын, дедім. Өйткені қағанағы жарылған екен. Сөйттім де жүгіріп теңізге барып, білегімді түріп жіберіп, қолдарымды ысып тұрып жудым да акушерка қызметіне кірістім. Әйел олай да бүктетіледі, бұлай да бүктетіледі. Отқа жанған талдың қабығындай 91 алды. Сорлана, жерді ұрып, қолына түскен көдені жұлып алып, аузына тыға бастады. Сол кезде дүниеге келе жатқан адамның басы да көріне бастады әйтеуір. Бақытты ма, жоқ па, әйтеуір дүниеге бір жаңа адам келе жатыр. Әйел екеуміз аз ғана ұрсысып та қалдық. Әйел тісінің арасынан бірдеңе деп маған ұрсады. Мен де ақырын ғана оған ұрсамын. Әйел жанына батқандықтан және еркектен ұялғандықтан ұрсатын шығар деймін. Мен әйелдің өзін аяғандықтан ұрсам. Құдайы, құрғырай, дейді әйел, тісінің арасынан сыздықтап. Көп көмбек еріндерін тістеп алыпты. Аузынан қанды көбік бұрқырап жатыр. Күнге күйіп кеткендей бояусыз көздерінен домаланған жас бұршақтай ырғиды. Сорлана денесінен дене бөліп, бір адам екіге бөлініп, ауыр бейнеттің ақтық сағатын өткізіп жатыр. Кет деймін, неткен ұятсыз едің, дейді әйел, әлсіреген қолдарымен мені кеудеге итеріп. Ақмақ болма, балаңды табуыңды біл, деймін мен оған кейіп. Бейшараны қалай аямассың? Жүрегімді ойып бара жатқан сонша, менің көзімнен де жас бұрқ ете түсті. Болсайшы, жылдамырақ, деппін айқайлап. Мінекей, менің қолымда қызыл шақа адам жатыр. Көзім жасқа толып тұрса да, қып-қызыл екенін анық көрем. Туа салып, дүниеге риза болмай жатыр. Бұлқынады, тырбаңдайды, жағаласып жүр. Әлі де кіндігінен шешесімен байланысып жатса да, барқырап, баж-баж етіп, мен дейді. Бәлекет, жылмаңдап қолымнан түсіп те кететін. Қолым алыппын да, қуанғанымнан қараппын да қалыппын. Кессейші кіндігін, дейді ана, көзі жұмулы жатқан күйі. Көк пембек еріндері әрең қимылдайды. Пышақпен кес, дейді тағы да. Менің пышағымды баракта біреу ұрлап әкеткен. Сондықтан баланың кіндігін
тісіммен қырықтым. Бала бақырады. Жаңа ғана сөніп жатқан көздері жайнап, ана күле бастады. Қайыстай қара қолдары қалтасынан бірдемездеп. Қалтамда бір жіп бар еді, кіндігін байлайтын, дейді ана күлімдеп. Өзің жөнделе тұр, мен баланы шомылдырып әкелейін деп, баланы ала жөнелдім. Ақырын, әй, ептеп нет. Байқа, ақырын, деді ана. Қолымдағы қызыл адам ептеуді керек ететін емес. Жұдырығын түйіп алып. Мен, дейді барқырап. Сен, нығая бер. Болаттай берік, тастай қатты бол. Әйтпесе, өз жақындарың ақ басыңды жұлып әкетеді, деймін балаға. Теңіздің езуі көпірген толқынына тосып кеп алғанымда, бала манағыдан көрі де басымырақ айғайға басты. Арқасымен кеудесіне ақырын ғана шапалақтағанымда көзін тыржитып тыпырлай бастады. Айқайла, көтер көкке даусыңды, қызыл адам, дейім қызыл адамға. Қайтып келсем, ана көзін жұмып, ернін тістелеп, баланың жолдасына толғатып жатыр екен. Ыңқылдап жатып, өзіме берші, күнімді, деді. Жата тұр асықпай. Жоқ, берші өзіме, деп қалтыраған қолдармен түймесін ағытып, көкірегін әзірлей бастады. Көкірегін босатуға жәрдем бердім де, баланы анасының жып-жылы бауырына салып ем, біле қойды білем. Барылдауын қойып, тышыға бастады. Ана баласын қандай таныса, баладанасын сондай тани қойған сияқты. Бір кезде ащы бір айғайлады да, ана да күліп жіберді. Ананың сөнген көзі жайнап сала берді. Қуаныш сүю, мейірімділік ойнады ананың көзінде. Менің шелекшемді әперші, деді маған. Шелегін әпердім. Ананың бетіне де қан ойнай бастады. Енді әргет, деді бір кезде. Әуреленбе, мен ақ істеп тастайын. Жоқ, әргет. Ағаштың ішіне барып жасырына қойдым. Азырақ шаршағандаймын, бірақ кеудемде бір әдемі құстар ән салып тұрғандай. Ән сондай әдемі, толқын үнімен екеуін жыл бойы тыңдауға да болатын. Бір кезде әйел орнынан тұрды. Әй, неге тұрдың, дедім. Қолымен жерге сүйеніп отырып. Мына қарашы, сәулем қалай әдемі ұйықтайды, деді. Әрине, баланың бәрі де осылай әдемі ұйықтайды. Күзгі жалқын жапырақтың үстінде ұйықтап жатқаны болмаса, басқа түк айырмасы жоқ. Сен, ана, азырақ жата тұр. Қазір тұруға болмайды, дедім әйелге. Жоқ, тезірек тұрып, әлгілерге жетпесем бола ма? Қайда? Әшемірге ме? Иә, сонда жолдастарым бірталай жерге барып қалған шығар. Тезірек қуып жетейін. Апырмау, сен жүре аласың ба? Жүрмегенде қайтем? Оларға жетпесем болмайды. Жұмыстан қалайын ба? Ана тал түбіне жұдырығын түйіп, жатқан қызыл адамға мейірімді көзінің барлық нұрын төгіп қараған сайын бетіне қан жүгіреді. Ананың нұрлы көзі баланы ақырын ғана, еркелетіп қана сипағандай болады. Таңертеңгі тымықта күннің көзі ғана осылай сипай алады дүниені. Бұтақ теріп, от жақтымда, тастан жер ошақ жасап, шай қайнаттым. Ана, қазір саған шай ішкізем. Шын ба? Жақсы болар еді. Кеуіп қалдым білем. Сені әлгі жолдастарың неге тастап кетті? Тастап кетуші ме еді? Өзім қалдым. Өздері азырақ ішіп алып еді. Жақсы болды. Әйтпесе олардың алдында қалай босанар едім. Осыны айтты да ұялды, білем. Білегімен бетін жапты. Бұл бірінші балаң ба? Иә, бірінші балам. Сен кімсің? Мен бе, адам мынау деймін. Әрине адамсың. Қатының бар ма еді? Жоқ. Әзір реті келмей қойды. Өтірік айтасың. Неге? Ендеше қатын жұмысын қайдан білесің? Оқып едім. Студент дегенді білетін шығарсың. Неге білмеймін? Біздің поптың баласы да студент еді. Поп болам деп оқып жүр. Мен де солардың бірі. Жарайды, су әкелейін. Ана баласына қарады да, дем алам екен деп құлағын салып тыңдады. Жуынар едім. Су таныс емес.
неткен су өзі? Әрі сортаң, әрі ащы. Осы суға шомыл, бұл нағыз денсаулыққа пайдалы су, дедім. Қой әрі. Рас, әрі жылы болады. Сен бірдеме білетін шығарсың. Мен суға келдім. Тастан тасқа секірген толқындар жалын жалбыратып, сынаптай ойнап, ән салады. Күзгі алтын жапырақтар толқында қалқып, алтын жаз ақтық күндерін шаттықпен өткізейін дегендей-ақ сағымданып сылаң қағады. Қайтып келе жатсам, ана жан-жағына қаранып, тастан тасқа еңбектеп барады екен. Әй, не істеп жүрсің? Әйел отыра қалды да бірдемені жасыра бастады. Түсіне қойдым. Маған бер. Мен көміп тастайын. Айналайын-ай. Көмбеуге болмайды ғой. Дұрысында моншаның табалдырығына көму керек еді, деді. Бұл араға жақында монша салынбайды. Сен ойын қыласың, мен қорқам. Аң жеп қойса қайтем, баланың жолдасын жерге беру керек қой, деді. Мойнын бір жағына бұрып отырған күйі абауыр бірдемені маған беріп жатыр. Тәңір жарылғасын, тереңірек көм, баламдай асаң, деді ұялған дауыспен. Жұмысты бітіріп, қайтып келе жатсам, ана теңізге шомылып келеді екен. Үсті басы су, көйлегі бар жағына қисайып кетіпті. Шіркінде аюдың күші бар шығар деп ойладым. Балмен қайрақтай болып қатып қалған қара нанмен шай іштік. Оқуды тастағансың ғой сірә, деді әйел. Ия, тастадым. Арақ ішесің ғой? Ия, өлгенде ішетін едім. Өй, мен сені сухумда көрген екен мынау. Бастықпен тамаққа таласып жаттың ғой бір күні. Сонда ойлап ем, бәлекет, бір ешкімнен қорықпайтын маскүнем екен деп. Сөйтті де баласына қарап, апырмай, балам өліп қалмас па екен. Сен жәрдем бердің, көп жаса, деді. Шайды ішіп болып, мен мүлкімді жинап жатқанымда, әйел жерге қарап қалғып отыр еді. Бір уақытта көзін ашып, орнына тұра бастады. Жүрейін деп отырмысың? Ия. Ау, абайла, ана. Жоқ, жүрем. Жолдастарыма жетем. Баланы маған әперіп жібер. Мен көтеріп жүрейін. Ана бергісі келмейді. Азырақ таластықта аяғында баланы мен көтердім. Апармай, құлап түспесем, деп ана қолын менің иығыма артты. Россия жеріне жаңа келген, тағдырының беті ашылмаған қызыл адам менің қолымда жатып, мардамсып, мұрнын тарта түседі. Теңіз жағасын сабалап, ағаш шуылдап, өзен суы сыңқылдай түседі. Жас босанған жас ана жаңа қырық бұрап, өзегін үзген бейнетті елең қылмастан әшемірдің ауыр жұмысына тартып келеді. Жүрген сайын көздерінен махаббат төгіп, жас бөбегіне қарап қояды. Дүниенің шетіне дейін осылай жүре берсем, ұлым еркін дүниеде өссе, жүруге шаршамас едім-ау. Адамның анасы болу қандай жақсы. Жүрегім қуаныш төгіп, нұр шашып келе жатқанын қарашы, деді ана. Бір жерде тұра қалып, теңіз қатты тулайды. Қара бұлт найзағай шашып, бұршақ төгуге әзір тұр. Менің қанатым керіліп, өрсім кеңіп, құрметті ананың ұлына қарап. Сен, қызыл адам, тез ер жет. Қаттай қайла, дүние естісін, деймін. Бұл уақиға әлде қашан болды. Бірақ ананың құрметі қашанда жаңа ғой.